Қайырлы күн баршаңызға. Тағам өнімдерімен маринадта қолданып жүрген лавр жапырағының басқа да пайдалы емдік қасиеттерімен бөлісемін. Толық мәліметтерді өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Лавр жапырағы мәңгі жасыл болып тұратын лавр ағашының не бұтасының кептірілген жапырағы. Кавказдың Қара теңіз жағалауында, Қырымның оңтүстік жағалауында өседі. Ас дайындағанда оның қысқа бүршікті, қош иісті және ашқылтым дәмді жасыл жапырақтары аса бағалы. Лавр жапырағын жабық ыдыста құрғақ жерде сақтау керек. Ол тағамға өзіндік дәм, иіс береді. Оны сорпаға, қой, сиыр еттеріне, фаршталған балыққа, маринадқа, соусқа қосады. Әдетте лавр жапырағын сұйық тағамдарға 5 минут, қою тағамға 10 минут қалғанда салады. Лавр жапырағын салған тарамды көп қайнатса қышқылтым дәм пайда болады. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатынын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамындағы эфир майы, органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лавр жапырағының субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың басатынын білеміз. Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өседі, ал Қара теңіз маңындағы елдер оны қолдан өсіріп, бау-бақша өнімі ретінде пайдаланады. Лавр ағашының жапырағы қарағай мен шырша сияқты мәңгі жасыл. Биіктігі 25-30 метрге дейін жетеді. Гүлі мамыр маусым айларында ашылып, жемісі қарашада піседі. Жемісі сүйекті қарақоңыр болып өседі. Жемісін күзде жинайды. Лавр жапырағынан дәрі-дәрмек жасалады. Емдік қасиеті мол, оны халық емшілігінде де қолдануға болады. Лавр ағашы ұзақ өмір сүреді. Оның жасы 400 жылға дейін созылуы мүмкін. Лавр жапырағы қош иісі мен дәмі теңдесі жоқ ең танымал дәмдеуіштердің бірі болып табылатын өсімдік өнімі. Сондықтан шығар, лавр жапырағының пайдасы мен зияны ұзақ уақыт бойы медицина мамандарының жіті назарында болды және өте жақсы зерттелді. Лавр жапырағының пайдасы иммунитетті жоғарылатуға қабілетті деп саналады. Ол әсіресе суық тиюге қарсы құрал ретінде белсенді қолданылады. Лавр жапырағы қош иісі үшін жақсы көретін дәмдеуіш. Дегенмен ол витаминдер мен микроэлементтердің көзі болып табылады. Лавр жапырақтарында көптеген микроэлементтер бар. Лавр жапырағының пайдасы оның көмегімен олар адам ағзасындағы метаболикалық процестерді жеделдетеді. Жалпы алғанда ас қорыту мүшелерінің жұмысын тұрақтандырады және жақсартады. Дәмдеуіштің өзі және оның құрамын құрайтын эфир майларының қош иісі тәбетті арттырып, ағзаға жағымды әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар, лавр жапырағы құрамындағы эфир майлары мен басқа да қош иісті заттар туберкулездің дамуын басу үшін профилактикалық агент ретінде қолданылады. Лавр жапырағының құрамында фитонцид адамға қажетті микроэлементтер мол. Ол ағзаны қалдықтан тазартып, иммунитетті көтеруге де көмектеседі. Кептірілген лавр жапырағы тұнбасын бауырдағы тасты түсіру үшін, асқазан ауруын емдеп, адамның асқа тәбетін ашу үшін ішкен. Ал неврологиямен, миозитпен, артритпен ауырғанда теріні жас лавр жапырағы тұнбасына күнбағыс майын араластырып сүрту пайдалы. Лавр жапырақтарының негізінде дайындалған инфузия организмнен токсиндерді кетіру үшін ұсынылатыны белгілі. Сөзсіз инфузия түрінде лавр жапырағы да пайдалы. Себебі оны қабылдау жүйке жүйесін нығайтуға, стрессте төзімділікті арттыруға және шаршауды кетіруге көмектеседі. Лавр жапырағында танниндердің жоғары концентрациясы бар. Сондықтан лавр жапырағының пайдалы қасиеттері мен қан кету күресте айқын көрінеді. Лавр жапырақтарының инфузия көмегімен бүйректе тас түзілумен күресу ұсынылады.
Лавр мен бет терісі. Бетке арналған лавр тәрізді косметиканы пайдалану көптеген қиындықтарды шешуге мүмкіндік береді. Бет тесігі таза, жеңіл сепкілдер мен қартаюдың дақтары, теріні тонау, зат алмасуды жақсарту, майдың құрамын азайту және қабынуды емдеу. Тері тесігін азайту және теріні қатайту үшін маска. 1 шай қасық бал, жұмыртқа ағы, зәйтүн майы және лимон шырыны әрқайсысы 10 тамшыдан араластырыңыз. Жарты сағатқа қойып қойыңыз. Маска 2 ас қасық косметикалық балшық лабыр жапырақтарының құйылуымен араласады. Суық тиіп қатты жөтел қысқанда лабыр жапырағының 2 данасын алып 1 стакан суға салып, үстіне 1 ас қасық ас содасын салып 15 минут қайнатады. Қайнаған соң 1 ас қасық бал қосып жылыдай ішеді. Ішер кезде лабыр жапырағын алып тастайды. Міндетті түрде жылыдай ішу керек. Бұдан жөтел тоқтап қақырық шыға бастайды. Екінші, көз бұлшықтанып, түйіліп ауырғанда 4 дана жапырақты ұнтақтап, жарты стақан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады, бірақ ішуге болмайды. Үшінші, құлақ ауырып, ішінен ірің су аққанда, лавр жапырағын ұнтақтап қайнап тұрған 1 стақан суға 1 ас қасықпен салып 2 сағаттай бұқтырады. Сонымен құлақты жуып, ішіне аздап тамызады. 4. Тік ішек шыққанда лавр жапырағының 10 талын алып ұнтақтап, 1 стақан қайнап тұрған суға 1 сағат бұқтыру қажет. Соны дәкеге сіңдіріп, арттан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. 5. Сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап, 3 стақан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет, әр жолы 3 ас қасықтан ішеді. 6. Тәсіл. Буын, сал, дірілдеп ауырғанда 30 грамм лабыр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып, 10 күн тұндырады. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алады да ауырған жерді сылап орайды. 7. Аяқ пен буындар шошайып шыққан түйінді жазу үшін лабыр жапырағының 5 талын ұнтақтап, 10 грамм мүсәттір спиртіне салып, түрі қоңырқай тартып өзгергенше қояды. Дайын болған соң түйіндіге жабыстырып ысқылайды. 8. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін лабыр жапырағының 5 талын алып, жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сызылған осы суға 1 қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып ішеді. Диабет кезінде лабыр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Түнгі 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет, тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емдеу курсы 2 апта. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стақан салқын су құйып, 1 түнге қалдырыңыз. Сусынның дәмді болуы үшін бал, жаңғақ, даршын, жанжабіл, кардамон қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысы ауруларына қарсы, егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қанжел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лабыр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лабыр жапырағының иісі дәрілік жеген шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лабыр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай қош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шаққан кезде, ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге де таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лабыр жапырағын ара шаққан жерге қойып байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Үйіңіздегі ауаны қош иістендіреді. Лабыр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып, қайнатып бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет қош иіс шығатын болады. Рабелла. Биттер, қайызғақ, майлы шаштар. Сіз 10 жапырақ пен жарты литр сумен инфузия жасауыңыз керек. Ол қайнатылған кезде кастрюльді жауып, отты өшіріңіз. Оны 30 минуттай тынықтырғаннан кейін сүзіп,
басына жұмсақ уқалаңыз. Лабыр жапырағы инфузиясын қолдану асқазан жарасы бар адамдарға қарсы көрсетілімі бар. Бұл айтылған дереккөздер ақпараттар мақсатында алынған. Қолдану алдында дәрігеріңізбен кеңескеніңіз жөн. Ақпарат қызықты болса, каналыма жазылып, қолдау көрсетіп, қазақша контенттің дамуына үлесіңізді қосыңыз.